Барасың ба? Жоқ, пока жоқ. Осы мектепке де жібердім. Біздің мектепке де жібердім.
жіберші. Жюль, книги у тебя, книга перед тобой. Саламатсыздар ма, әріптестер? Бүгін 29 сәуір күні Алматы қаласы Әуез ауданындағы нөмір 139 мектеп гимназия байтұрсын атындағы 5 әріптесіміз өзінің трансляция бойынша, яғни тәжірибені тарату тақырыбында сіздерге өзінің тәжірибесін бөліседі. Яғни бұл жерде 2 мұғалім растаушы, педагог зерттеуші, 3 мұғалім педагог зерттеуші санатын сұрауда. Сондықтан бірінші сөз кезегі орыс тілі пәні мұғалімі Такупа Салтанат Габыл Манапова береді. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Сіздердің назарларыңызға трудные вопросы
грамматики элективті курсының бағдарламасын ұсынамын. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я Сакупова Салтанат Габдулманаповна, учитель русского языка и литературы школы-гимназии номер 139 имени Ахмета Байтурсынова, педагог-исследователь, подтверждение категории. Представляю вашему вниманию программу элективного курса «Трудные вопросы грамматики» для учащихся курса. Всего 34 часа по одному часу. Цель факультативного курса – формирование широкого лингвистического мировоззрения обучающихся, владение русским языком, правильное и рациональное употребление вне слов, развитие творческого и коммуникативных компетенций. Задача факультативного курса – повышение речевой способности с использованием аудиоматериалов, обучение грамотному письму на русском языке с использованием интерактивных методов. Развитие поисково-личностных способностей посредством выполнения творческих работ. Одним из главных факторов развития современного общества является системное всестороннее образование и формирование личности учащегося. Поэтому освоение этого курса обогащает словарный запас учащихся, учит правильно говорить на русском языке, грамотно писать, разговаривать друг с другом, кратко рассказывать о том, что они видят, слышат. Знакомство с русским языком позволяет учащимся воспитывать учащихся в гражданском нравственном духе. Формирует коммуникативные компетенции в языковом общении через глубокое владение русскими языком и эмоциональную грамотность, коммуникативная речевая компетенция и критическое мышление, представление обоснованных позиций по актуальным улучшает способность учащихся работать совместно, учитывать мнение большинства, формулировать собственные мысли и совершенствовать творческие способности. Курс, значит, первый раздел состоит, морфология состоит из 22 часов, теория 12 часов, практики 10 часов. Второй у меня раздел – это синтаксис, словосочетание предложений, всего 7 часов, теории 3 часа, практики 4 часа. Третий раздел – богатство и разнообразие русского языка, всего лишь 5 часов, теория 1 час, практики 4 часа. Информационно-методическая часть в соответствии с целью программы, наряду с углублением знаний обучающихся по грамматике русского языка, с целью повышения их творчества, интереса, мотивации. Особое внимание учителя уделяется развитию личности учащегося и его заинтересованности и способностям. Значит, личностно-ориентированный системный подход к деятельности на основе отбора методов и средств обучения – это анализ, проведение поисково-исследовательских работ, визуализация, оценка событий, явлений, виды организации занятий, деловые игры, лекции, беседы, игры, конкурсы, викторины, самостоятельная работа, индивидуальная, групповая. В качестве оценочного средства используются устные ответы обучающихся, разработка докладов, сообщений, умение применять теоретические знания в любой ситуации в жизни, результаты практических письменных работ и другое. Результаты обучения обучающихся оцениваются по заранее предложенным критериям и устанавливаются этапы достоверно достигнутых результатов учащихся в соответствии с планируемыми целями обучения. Знания, умения, творческие способности учащихся определяются конкретными критериями, построенными по таксономии Блума и оцениваются в рейтинговой системе. Данные накопленные квалификации посредством формирующего оценивания в программе способствуют реализации уровневого обучения, то есть учитывает потребности каждого учащегося. Инструменты и методы оценки здесь 2 звезды, 1 пожелание, сигналы светофора, пик знаний, одноминутное эссе, лэпбук, свободный микрофон, лестница достижений. Ну, каждый учитель здесь может самостоятельно определить методы оценивания и использовать их на уроке для достижения результатов. Курс также предполагает использование различных методов и инструментов, таких как визуальные материалы, экскурсии, ролевые игры, интерактивные презентации, чтобы заинтересовать учеников и помочь им понять важность русского языка. Ученики могут выполнять исследования, мини-проекты по предложенным темам, чтобы применить свои знания и навыки в практическом контексте. Это поможет им увеличить мотивацию и улучшить их успеваемость. Применение исследовательского метода в процессе обучения способствует приобщению учащихся к творческой деятельности. На основе сбора, обработки и изучения фактов, анализа причинно-следственных связей школьники самостоятельно добывают и новые знания, осуществляют проверку правильности выдвинутых им предположений. Формой контроля являются результаты практических исследований, защита творческих проектов. Содержание каждой темы курса включает в себя самостоятельную, индивидуальную или коллективную работу учащихся. Каждая тема, как практическая часть, включает информационную часть, практикум, который требует выполнения заданий исследовательского характера. Принять во внимание индивидуальные навыки и способности каждого ученика и предлагать подходящую
подготовку. Ученики должны получать возможность развить навыки, такие как аналитическое мышление, коммуникация, командная работа. Учитель должен создавать динамичную эмоциональную атмосферу в классе, которая будет вдохновлять учеников на самостоятельные исследования и исследования мира вокруг них. Все эти требования должны быть учтены в процессе подготовки учеников к профессиональной жизни и помогут им стать успешными и конкурентоспособными личностями. Спасибо за внимание. сәлеметсіздер ме құрметті әріптестер. Мен бастауыш сынып мұғалімі Сооронбаева Ләззат Қалибекова, педагог зерттеуші, нөмір 130 Ахмет Байтұрсынов атындағы нөмір 139 мектеп гимназиясы. Менің бағдарламам сынып оқушыларына арналған аптасына 1 сағат, барлық 34 сағат математика әлемі бағдарламасы. Курс білім алушылардың математиканы оқу кезінде алатын білімдеріне негізделеді. Бағдарлама білім алушылардың бойында санау, өлшеу, болжау, есептеу қабілеттерін дамытып, шығармашылық жұмыс жасауына арналған. Математика пәнінің негізгі оқу материалдарын басшылыққа ала отырып жасалған. Бұл бағдарлама білім алушылардың математикадан алған білім дағдыларын, танымдық қабілеттерін және пәнге қызығушылықтарын арттырады. Бағдарламаның өзектілігі: курс бағдарламасын меңгеру арқылы білім алушылардың математиканы үйренуге уәждеу, сонымен қатар өз зияткерлік мүмкіндіктерін ашуға ықпал жасайды. Бағдарламаны меңгеру арқылы оқушы математикадан көптеген қызықты сұрақтарға жауап тауып, математика ғылымы туралы жалпы түсініктерін кеңейтеді. Логикалық математикалық есептерді шешу, балалардың танымдық қабілетін нығайтады және зияткерлік ойлау дағдыларының дамуына ықпал етеді. Осы бағдарламаны меңгерудегі маңызды факторлар: білім алушы өз бетінше жұмыс жасау және ойын тұжырымда өз ұстанымын қалыптастыру дағдыларын шыңдайды. Мақсаты: білім алушылардың математика бойынша білімдерін тереңдете отырып, логикалық ойлау дағдыларын жетілдіру, дербестігі мен танымдық белсенділігін дамыту. Міндеті: білім алушылардың кешенді ойлау дағдыларын бекіту, оларды есептер шығаруда қолдану, математика пәнінің ерекшеліктерін ескере отырып, оларды толықтыру барысында оқып үйренуге қажетті білімдермен қаруландыру. Білім алушылардың өмір тіршілігіне қажетті заттарды санау және олардың топтарын салыстыру, кеңістік туралы түсініктер мен геометриялық фигураларды ажырата білу, логикалық ойды дамытатын ойындарды меңгерту. Білім алушылардың шығармашылық ойлау қабілетін дамыту. Ақпараттық әдістемелік бөлім: бағдарлама оқушылардың өздігінен іздену, ақпарат алу, жоғарғы деңгейлі ойлау дағдыларын жетілдіру мақсатты қамтылды. Бағдарлама негізгі мектептегі бағдарлама мазмұнына оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Сонымен қатар балалардың математикалық ойлау, қысқаша сөйлеу, шебер пайдалану, символикалық, математикалық терминдерді қолдана отырып, дұрыс сөйлеуді дамытуды ықпал етеді. Күтілетін нәтиже: курсты оқу барысында білім алушылар жалпы мектеп бағдарламасының ауқымындағы, бірақ оқулықта қамтылмаған кейбір есептер шығарудың жаңа әдістерімен танысады. Курс соңында білім алушылар жылдам көбейту мен бөлуді, есеп шартын математикалық таңбалармен түрлендіріп жазуды, есептеулер кезінде математикалық амалдарды ұтымды қолдану тәсілдерін меңгеріп, геометриялық фигуралар туралы түсініктерін кеңейтеді. Сонымен қатар көлемді геометриялық фигураларды зерттеп, құрамдас есептердің шарттарын өрнектер түрінде модельдей алады. Білім алушылар меңгерген білімді машықтандырады, шығармашылық жұмыстарды баулиды, тұлға аралық қарым-қатынас дағдыларын жетілдіреді және өз бетінше шешім қабылдауға қабілеттілігі артады. Нәтижесінде балалар жазбаша және ауызша математикалық талдау жасауды үйренеді. Оқытуды ұйымдастырудан арналған нұсқаулар: мұғалім сабақты әртүрлі формада ұйымдастыра алады. Дәстүрлі сыныптан тыс шаралар, топпен жұмыс, тағы сол сияқты теориялық материалдарды шағын лекция түрінде беруге болады. Барлық материалдар толығымен есеп шығарумен практикалық тапсырмаларды орындау барысында меңгеріледі. Әр жарты жылдық соңында жарыс олимпиадалар өткізіп, түрлі номинациялар беруге болады. Барлық тақырыптар бойынша қалыптастырушы бағалау жүргізіледі. Барлық оқушыларды қамту үшін деңгейлік тапсырмалар ұсынуға болады. Әр бөлім соңы тест жұмысы, немесе шағын олимпиада, немесе жеке үй тапсырмасы арқылы қорытындылады. Оқыту барысында қолданылатын технологиялар. Материалды меңгеру үшін деңгейлеп берілген тапсырмаларды ұсынамыз. Бірінші, міндетті түрде вариативті теңдетілген олимпиадалық типті тапсырмалар, бірлескен жұмыс, оқыту әдістері, математикалық модельдеу, танудың
логикалық әдістер, анализ, синтез, индукция, салыстыру, индукция арқылы болады. Өз бетінше ізденуге бағытталған тапсырмалар болады. Сабақ түрлері ойын сабақ, талдау сабақ, іскерлік ойын, практикалық сабақ болады. Бақылау түрлері үйге берілетін жеке тапсырмалар, консультация, шағын олимпиадалар. Сағаш апай. Оқушылардың білім білік дағдыларын бағалау. Қалай бағалаймыз? Оқушының тек қана меңгерген білімін ғана бағалап қоймай, сонымен қатар оның жеке тұлғалық құндылықтарын да бағалау маңызды болып табылады. Бағалаудың негізгі міндеттері оқу процесінің барысында жеке әр оқушының дайындық деңгейін бағалайды. Әр оқушының даму қадағалау және бағыт-бағдар береді. Әр білім алушыға қажетті көмек, ол қажетті құралдармен қамтамасыз етеді. Ата-ана мен оқушы және ата-ана мен мұғалім арасында қарым-қатынас нығаяды. Бағаның нақтылығы сабақ барысында берілген тапсырмалар бойынша критерийлерді формативті бағалап, сабақ аясында критерийге сәйкес ескіріптер бойынша икемдеген ұпайлары мен немесе пайызы бойынша жиынтық баға қойылады. Бағалау критерийі тапсырманы орындаған мөлшеріне байланысты 10 балға дейін формативті бағалау болады. Бұл жерде лексикасы Баяғыда болады, кезегі бітіп. барлығы 11 сағат лексика, тәжірибесі 6 сағат, мәтінді есептер 5 сағат, логикалық есептер 6 сағат, сосын сандар мен амалдарды орындау 8 сағат. Назарларыңызға рахмет. Общий база жоқ қой, солай алғандар болды. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Ахмет Байтұрсынов атындағы нөмір 39 мектеп гимназиясының биология пәнінің мұғалімі Жакупова Қымбат Кадыровна. Менің элективті курс бағдарламамның тақырыбы адам денсаулығы және экология деп аталады. Яғни 9 сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Бағдарлама жалпы осы 9 сынып оқушыларының оқытуға арналған, яғни ғылым мен техниканың қазіргі кезде жетістіктерінің өсуі, яғни зиянды қалдықтарды көбейтіп, қоршаған ортаға зиян тигізуде. Қоршаған ортаның ластануы адам денсаулығына кері ықпал етеді. Қазіргі кезде біздің елімізде шешімін таппай отырған мәселе, яғни адам денсаулығының төмендеуіне байланысты, яғни бала туу мен табиғи өсімнің азаюы, өлім мен аурушаңдылықтың артуы болып тұр. Яғни денсаулықты нығайту өмір салтына, қоректенуге, генетикалық тұқым қуалауға, экологиялық жағдайға тікелей тәуелді. Білім алушылардың салауатты өмір салтын және экологиялық құзыреттіліктерін қалыптастыруда бағдарламаның яғни бағдарлама бойынша қарастырылған материалдар оқушының білім білік дағдыларының жетілуіне, мамандық таңдауда жетістіктерге жетелейді. Бағдарламамның мақсаты білім алушылардың таным қызығушылықтарын арттыра отырып, химия, биология, медицина салалары бойынша білімдерін дамыту және адамның денсаулығы мен қауіпсіздік тұрмысын қамтамасыз ету үшін осы жаратылыстану ғылымдар саласындағы білімдерін қолдануды үйрету. Бағдарламаның міндеттері табиғаттағы адамның орны және адамзатты қоршаған ортаны сақтау және жақсарту қызметінің мағынасын ашуда химия және биологиялық ғылыми білімдерінің рөлін түсіндіру. Оқушылардың өз организмін күте білуге, дұрыс тамақтану мен организмді шынықтыру деген сияқты дағдыларын қалыптастыру. Адам ағзасына қоршаған ортаның факторларының әсері туралы жетілдіру, экологиялық, генетикалық сауаттылық тәрбиелеу, әлеуметтік проблемаларды шешудегі белсенді ұстаным қалыптастыру болып табылады. Яғни қоршаған орта, тұрмыста, күнделікті өмірде жиі кездесетін заттардың қасиеттерін және қауіпсіз пайдалану ережелерін меңгерту. Бағдарламаның жалпы міндеттері, енді өзектілігін айта кетейін бұл жерде міндеттерін өзектілігі экологиялық білім интеграциясы нәтижесінде, яғни білім алушылардың экологиялық құзыреттілігін қалыптастырады. Оқушылардың экологиялық құзыреттілігі барлық жаратылыстану пәндерінің мазмұнын меңгеру барысында қалыптасады. Курс бағдарламасы оқушылардың биология пәнінің оқу мазмұнында қарастырылған тіршіліктің құрылымдық деңгейлері, қоршаған ортаның экологиялық факторлары, адам организмінің анатомиялық, физиологиялық, генетикалық ерекшеліктері, яғни жүйелердің өзіндік реттелуі деген сияқты түсініктер негізінде қалыптасқан, яғни экологиялық ұғымдар. Сонымен қатар жаңағы химия
сонымен қатар химия пәнінен сабақ процесінде химиялық заттар, олардан алынатын өнімдер, химиялық үдерістер, жүру жағдайлары деген сияқты білімдерін тереңдетіп бекітуге арналған. Адамдар жалпы кездесетін кейбір патологиялық аурулардың таралуына экологиялық факторлар әсер ететіні бізге анықталған. Мысалы, жүйке, қан айналым жүйесінің ас қорыту мүшелерінің патологиясы және қазіргі кезде ауыр металдар, мұнай өнімдерінің жаңағы буымен ластануы, ауаның, аяқ қолдарының дамуы тежелген, мүшелері жетілмеген сәбилердің тууы, өлі туу, жүсіктің көп болуы, қатерлі ісіктер қазіргі кезде көбейіп жатқан. Міне соның барлығын осы курс арқылы оқушылар меңгере алады. Мазмұнына тоқталатын болсам, жалпы 8 негізгі бөлімге бөліп қарастырылды. Бірінші бөлім бұл кіріспе, яғни адамзат және қоршаған орта, барлығы 1 сағат. Екінші бөлім адам денсаулығы дұрыс тамақтану, барлығы 10 сағат, 1 сағат тәжірибе. Үшінші бөлім физикалық факторлардың адам денсаулығына әсері, бұл жерде 1 сағат тәжірибе. Төртінші бөлім биологиялық факторлардың адам денсаулығына әсері, барлығы 4 сағат. Бесінші бөлім химиялық факторлардың әсері, барлығы 8 сағат, яғни екеуі тәжірибеге арналған. Алтыншы бөлім төтенше жағдайлардағы кезіндегі қауіпсіздік, барлығы 2 сағат. Жетінші бөлім денсаулықты нығайту және сауықтыру, барлығы 2 сағат, 1 сағат тәжірибе. 8-ші қорытынды, яғни барлық бұл жерде 2 сағат, 2 сағат тәжірибе. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің бағдарламамның аты Ахмет Байтұрсыновтың мысал өлеңдері. 5-ші сынып оқушыларына арналған және аптасына 1 сағат, яғни барлығы 34 сағат. Бағдарлама Ахмет Байтұрсыновтың шығармашылық мұрасы арқылы адамгершілік рухани құндылықтар мен ұлттық сана сезімдерді қалыптастыруға бағытталған. Бағдарламаның мақсаты білім алушылардың тілдік дағдыларын арттыру, шығармашылық қабілеттерін дамыту. Міндеттері адамгершілік, сыни ойлау, тіл мәдениетіне қатысты, мысал өлеңдері арқылы ұлттық құндылықтармен таныстыру, мысал өлеңдерін талдау арқылы сыни ойлау қабілетін дамыту, және мәнерлеп оқу, ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын жетілдіруге арналған. Бағдарламаның өзектілігі, яғни тілді байытуға, құндылықтарды қалыптастыруға, жауапкершілікке арналған. Ахмет Байтұрсыновтың мысал өлеңдері оқушылардың тілін байытуға, ойлау қабілеттерін дамытуға көмектеседі. Шығармаларда көтерілген адамгершілік, әділдік, адалдық, еңбекқорлық сияқты құндылықтары балалардың дүниетанымын кеңейтеді. Мысал өлеңдері арқылы оқушылардың қоғамға жауапкершілікпен қарауына ықпал етеді. Бағдарлама құрылымы 4 бөлімнен тұрады, яғни бірінші бөлім Ахмет Байтұрсыновтың мысал өлеңдерін кіріспесі және алғашқы өлеңдерімен танысу, бұған 8 сағат берілген. Екінші бөлімде мысал өлеңдеріндегі адамгершілік пен этикалық мәселелер, бұған да 8 сағат. Үшінші бөлім қоғамдық мәселелер мен тұлға аралық қарым-қатынастарға 10 сағат. Және 4-ші бөлім Ахмет Байтұрсыновтың адамгершілік және әлеуметтік мәселелерді көрсететін мысал өлеңдері, бұл жерге 8 сағат берілген. Оқыту әдістеріне біз талдау, зерттеу, көрнекілік пайдалану және тәжірибе алмасуды қойдық. Яғни бұл жерде мысал өлеңдерін талдау арқылы философиялық ойларды түсінуге, өз бетінше Байтұрсыновтың шығармаларын зерттеуге және осы өлең тақырыбы мен идеясы арқылы сәйкес көрнекі құралдарды пайдалануға, сосын рөлдік ойындарды өткізу арқылы шығармаларды түсінуге үйретеді. Сабақтарды ұйымдастыру түрлері: іскерлік ойындар арқылы, дәрістер арқылы, топ серуен, өзіндік жұмыстар жүзеге асырылады. Мысал өлеңдерінің тақырыптарына сай қызықты тапсырмалар мен ойындар беріледі. Байтұрсыновтың шығармашылығы мен қоғамдық өміріне байланысты дәрістер жүргізіледі. Оқушылардың бір-бірімен талқылап пікір алмасатын топтық жұмыстары және жеке және топтық жұмыстар, шығармашылық тапсырмалар беріледі.
Осы бағдарлама бойынша күтілетін нәтиже, яғни оқушылардың пәнге деген қызығушылығын артады, қазақ әдебиетіне деген сүйіспеншілік оянады, сөздік қоры кеңейеді, ойлау қабілеті артады, ойлау жүйелерін жеткізуге үйренеді, және зерттеушілік қабілеттері дамиды, зерттеу әдістерін қолдануға үйренеді, сауатты жазуға, жүйелі сөйлеуге, әсерлі баяндауға дағдыланады. Бағалау әдістеріне, яғни қалыптастырушы, жиынтық, өзін-өзі бағалау әдістері кірді. Бұнда оқушылар оқу үдерісіндегі жетістіктерін бақылап, түзетулер енгізеді. Мұғалімнің кері байланысы арқылы оқу процесін үнемі жақсартып отырады. Оқушылардың 90 бойынша білімдерін қорытындылау, шығарма жазу немесе сөздік қорын тексеру арқылы бал қойып отырады. Оқушылардың бір-біріне көмектесу арқылы оқу жетістіктерін бағалау, 2 жұлдыз 1 ұсыныс, білім шыңы деген сияқты әдістерді қолданады. Қорытындылай келе, яғни Ахмет Байтұрсыновтың мысал өлеңдері балалардың тек қана қызығушылығын ғана оятпайды, олардың сөздік қорын көбейтеді, әдебиетке деген қызығушылығын арттырады. Назарларыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Есімім Орысбаева Назым Мирханқызы. Алдарыңызға драма қазақ әдебиетін тиімді оқытудың эксперименттік құралы деген тақырыпта 11 сынып оқушыларына арналған элективтік курс бағдарламасын ұсынамын. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты драма арқылы оқушыларды тұлғалық, тұлғааралық қарым-қатынас психологиясын, этикасының, мінез-құлық мәдениетінің дамуына, моральдық қасиеттерін қалыптасуына ықпал ете отырып, оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытып, қазақ әдебиеті шығармаларын сахнаға бейімдеуге арналған. Ол үшін бірнеше міндеттер бар. Яғни мектеп оқушыларын драмалық шығармаларды саналы оқуға және талдауға дайындау, әдебиеттің ерекше түрі ретінде драманың көркемдік заңдылықтарын талдау, оқушылардың драматургтың жеке көркемдік стилін түсінуін және оған деген көзқарасын анықтау, мектептегі әдебиет сабағын аясын кеңейту, театр өнерімен сабақтастыру, қазақ әдебиетін оқытудың тиімді әдіс тәсілдерін пайдалана отырып, оқушылардың әдеби шығармаларды жан-жақты түсінуін, олардың эстетикалық талғамын, сыни ойлау қабілеттерін дамыту және де оқушыларды драма арқылы шығармашылық жұмыстарға баулу, өнерді бағалау эстетикасына үйрету. Жалпы бұл бағдарламаның негізгі міндеті оқушылар драмалық шығармаларды тиімді оқу арқылы театр өнеріне деген сүйіспеншіліктерін ояту, оқушылардың сөздік қорын байыта отырып, осы бағдарлама негізінде театрландырылған қойылымды қою, пьеса жазу, қабылдау мен бағалауға қажетті дағдыларды дамыту, адамгершілігі эстетикалық бағалауды қалыптастыру, театр сауаттылығының негіздерін үйрете отырып, қойылымда әдебиет пен өнер туындысы ретінде бағалауды үйрету. Жалпы бағдарлама 5 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім атауын драма жанрына жалпы шолу деп бердік. Бұл жерде 7 сағат, 3 сағат тәжірибе, 4 сағат лекция болып табылады. Бұл жерде балалар драма жанрының табиғатын түсінеді. Екінші бөлім қазақ драма әдебиетінің қалыптасуы, драма жанрының ішіндегі қазақ драма әдебиетіндегі алатын орнына тоқталады. Үшінші бөлімде балалар шығармашылық жұмыстармен айналыса бастайды, театрға барады және де жалпы Қазақстандағы театр өнерінің қалыптасуына тоқталады. Төртінші бөлімде практикалық бөлім ретінде балалар нағыз драмалық шығармаларды оқи отыра, соларды мектептік негізде қоюды үйренеді. Соңғы 5-ші бөлім драма әдебиет пен өнер түрі ретінде деп барлығы 4 сағат беріп отырмын. Бұл жерде балалар ең соңында осы 34 сағатқа бөлінген драма негіздері бойынша өздерінің қойылымдарын қояды. Драма оқыту тиімді болу үшін ол эксперименттік тәжірибеде жүзеге асуы керек. Білесіздер, драма әдебиетінің үлкен жанрларының бірі. Ол драма дегеніміз топтық іс-әрекет, рөлдер, қарым-қатынастар арқылы балалар бір-бірімен байланыста болып, жалпы драманың табиғатын түсіне алады. Ең соңында, бағдарламаның соңында оқушылар классикалық әдебиеттің негізгі шығармаларын
қойылымдарымен таныс болады, мектеп оқушылары оқыған шығармаларының түйінді мәселелері туралы түсініктерін қалыптастыра алады, оқытылатын әдеби шығармаларды өзіндік интерпретациясын жасап, сахналық қойылымға бейімделуге үйретеді. Атақты драматургтердің шығармаларын оқи отыра, шығармашылық жұмыстары негізінде пьеса жазуға тырысады. Оқушылар күнделікті спектакль сабақтарының нәтижесінде репетицияларға қатысып, спектакльдерде роль сомдауды үйретеді. Бұл дегеніміз мектеп оқушылары үшін театр әлеміне араласудың ең алғашқы шығармашылықтың бастауы болып табылады. Және де осы авторлық бағдарламаға қосымша ретінде балаларға пьеса жазуға нұсқаулық және де анау дауыс тембр, артикуляциялық, акустикалық ерекшеліктеріне байланысты қосымша тапсырмаларды беріп отырмыз. Жалпы назарларыңызға рахмет. Құрметті әріптестер, сіздерге үлкен рахмет. Осындай уақыттарыңызды қиып, менің әріптестерімнің тәжірибесін тыңдап бөліскендеріңізге, әріптестерімге сәттілік тілеймін. Сіздерге үлкен творчествалық табыс тілеймін. Рахмет үлкен. Кері байланыстарыңызды комментарийлер жазып отырсаңыздар. Ой.
Мәке, Назым әке Кімнің телефонынан кірсе ме екен, Салтанат қайда кірейін деп жатсың? Дауыстарың шығып жатыр.